саламатсыз ба, апай? Подружкам, жағдайың жақсы ма? Иә, жақсы, өзің жақсы. Короче, болды, қазір үй жұмысын берем сразу. Любой бір кітаптан. Так, осы ғажайып бақ туралы айтып бересіңдер осы. Ғажайып бақ туралы. Біріншісі бар, екіншісі бар, продолжениесі. Соны айтып бересіңдер маған. Болды, давайте жинаған. Осы әдебиет саңдыр, болды, давай. Апай, не үшін көп бересіз? Шындысың ба, білім алғың келмей ма? Апай, бірақ бәрібір де мен ертең түсінік айтпаймын. Кетші бар, онда екі қойып берем саған ертең. Азыңда дәптерлеріңе бүгінгі күнді 90-ның 12-сі сынып жұмысы деп тақырыпты жазыңдар, тез. Чо, математика өтіп жатырмыз. Почеркаларың жаман болса, осындаймен ұру керек десіңдер. Осындаймен. Осындай ағаш линейкамен. Әкеп қою керек темір линейка. Ой, апай, болды. Қойыңызшы. Апай, қазір мені жазам. Жазып болсаңдар. Мені қараңдар, осы 99-шы сабақтың, осы бүкілін беттегін жазып бересіңдер. Мені арғы бетінде менің. Мен жазып кересіңдер, осы беттен бастап. Мен 99-шы беттен бастап, осы бетке шейін. Болды. Не ашынар қазақ тілі. Ой, бір апайшы, бізденші көп үй жұмысларын бере-береші. Айтпа, иә. Приложение очкейімді. Так, очкейім бар. Так, сабақ кесесіз. Ой, басым істемейді екен ғой менің де. Қазақ тілі кітап. Қазақ тілі бүгін жоқ екен. Бүгін музыка. Әкелдіңдер ма? Хотя бы. Так, бүгін сендер маған мынаны айтып бересіңдер. Так, осы беттің бүкілін. Қара, осы бірінші беттен бастап, маған жазып кересіңдер, ең соңғы бетке шейін оқып бересіңдер. Вот, давай, жиналыңдар. Ой, бір апай, көп болып кеткен жоқ па? Хайуан, жинал тезе, жаңбыр жауып жатыр, қазір уже шығамыз біз. Осы екінші часть болады. Қазір уже істеймін. Поэтому күте тұрыңдар. Менің подписчиктарым. Қазір уже істеймін. Вот, жинала бенді, давайте.